Біз Ноғай Ордасы жайлы не білеміз? Ол Алтын Орданың құлдырауы кезінде пайда болған мемлекет. Тағы, елдің басқаша атауы Маңғыт ұлысы. Иә, бірінші хан атағына едіге ие болған. Ноғай Ордасы 1440 жыл құрылған. Әлде... Жарайды. 14 ғасырдың соңы Әмір Темір, Тоқтамыс пен Едіге өзара жошы мұрасы үшін соғысады. 1392 жылы Едіге Еділ мен Жайық арасында орныққан Маңғыт тайпасының көсемі атанған. Алтын Орда тағына келуге құқығы болмағанымен, жошы ұрпақтарымен тек соғыс немесе үстемдік орнату тілінде ғана сөйлесіп, 15 ғасырдың басында Алтын Орданың іс жүзінде билеушісі болған. 1412 жылдан бастап Маңғыт ұлысы Едіге ұрпақтарының қол астына өтіп, ал өзі 1419 жылы қайтыс болған. Ал Ноғай Ордасы ше? Ноғай Ордасы қайда? Едіге билікке келгеннен бастап Маңғыт тайпасы күшейіп, аумағы Батыс Сібір жазығы мен Арал теңізіне дейін кеңейіп, өзге феодалды иеліктер арасында ерекшелене түсті. 13 ғасырда өмір сүрген Алтын Орданың Ноғай атты қолбасшысының қарамағында болған маңғыттар мен басқа да әскери тайпалардың бірігуі Ноғай ұлтының пайда болуына алып келді. 15 ғасырдың ортасы Алтын Ордадағы қызықты оқиғаларға толы кезең болды. Таққа таластан шаршамаған ұлыс билеушілері тағы бір азаматтық соғыс ұйымдастырып, дәл Қазан хандығынан кейін Ноғай Ордасы 1440 жылы өз тәуелсіздігін жариялайды. Шамамен 18 түркі моңғол тайпаларының бірлестігінен құралған жаңа мемлекеттің астанасы Сарайшық болды. Онда бейдің, яғни хан секілді жоғарғы лауазым резиденциясы болған. Ноғай Ордасында ақсүйектер мырза, ал қарапайым халық ұлыс адамдары, немесе қара халық деп аталды. Алтын Орданың бір жола жойылған сәтін қолданып, Ноғай Ордасы едәуір жерді қол астына алды. Өкінішке орай, жер көлемі үлкейген сайын ел ақсүйектері арасындағы өзара талас та күшейе түсті. Сол кезеңде азаматтық соғыс басталып, Ноғай Ордасы біраз ықпалынан айырылды. Алдымен 1521 жылы Қазақ хандығы Сарайшық қаласын басып алып, кейіннен солтүстік шығыстан жаңа қауіп төнді. Ресейдің жойқын соққысынан 1552 жылы Қазан хандығы, 1556 жылы Астрахан хандығы құлап, халықтарының біршама бөлігі қырылған. Саяси әлеуметтік дағдарыс кесірінен Ноғай Ордасы 16 ғасырдың екінші жартысында екіге бөлініп кетті. Батыстағы, яғни алдыңғы Кавказдағы кіші Ноғай Ордасы кейіннен Қырым хандығына тәуелді болды. Және шығыстағы 6 ұлыс бірлестігінен тұратын үлкен Ноғай Ордасы. Үлкен Ноғай Ордасы 1557 жылы Ресей мемлекетіне ресми түрде тәуелді болуын мойындағанымен, бұл келісім шарт Ноғай халқын қалмақтардың шабуылдарынан құтқарған жоқ. Уақыт өте келе Ноғайлар солтүстік Кавказ жерінде орныққан.